Қайырлы кеш ағайын. Міне балапандар. Мынандай мәселе ағайын. Кейбір кезде енді брудердің анандай ең артқы жағында балапанда тұрып қалады. Жаңа неактивный дұрыстап жемейтін ше. Сондай балапандарды ұстап алыңыздар да мынандай активныйлардың арасын тығып жеңіз ұстап. Қосып жесеңіз осылармен еріп жемдерін жейді, асығысы осылардың қатары. Одан кейін мына брудерді арасында үстіп, мені қараңыздар. Мен брудерімді міне арасында үстіп ашып қоям. Қазір температураны көрсетем. Температура қазір 15 градусқа түсті. Үстіп арасында температураны түсіріп жүгіріп. Бұл не үшін? Мұның ішінде влажность азайып кетеді да, постоянно ыстық болғаннан кейін сосын кейін балапандардың мазасы қашады. Балапандардың мазасы қаспас үшін үстіп арасында ауаны тазартып тұру керек та. Яғни влажность кіру керек ішіне. Міне. Сосын балапан кішкене жаурау керек. Балапан кішкене мен где-то бір 10-15 минуттай ұстап тұрам. Сол кезде жаураған балапандар жемді активный жейді. Жақсы жейді. Міне. Мен каждый 3 сағат 4 сағат сайын кірем осын ішіне. 3 сағат 4 сағат сайын кірем. Бір кіргенде сол 15 минуттай ашып қоям. Жаңағыдай жемін берем, суын берем. Міне. Аллаға шүкір, бір көзін сақтасын Алла тағала. Барлық балапандар активный. Жақсылап жемдерін жеп жатыр. Одан кейін бүгін көтендеріне боқ қатып қалған бір шамасында. Солардың барлығын тазалап шықтым. Бұл да кішкентай бала сияқты ағайын. Бұл мән беріп қарамасаңыздар, яғни дәрекке шығамай қалады да, сосын кейін өліп қалады балапан. Міне. Сол үшін барлығын бір жарым сағаттай уақытым кетті күндіз. Жеке-жеке алып, астына түсіріп, балапандарды тазалап, бір қарап шықтым барлығын. Қазір міне енді кейбіреулерінде бітеліп қалғандар бар екен, олар жемей тұрған. Тамақ жемейді, басқа жемейді, соның барлығын қадағалап, міне балапандарды бір реттеп қойдым. Мен қазір тағы бір жем бердім. Ашамда 15 минуттай тұрам. Сосын кейін 15 минуттан кейін тағы да бір жем сап кетем. Сол жемменен енді бір қазір түнгі сағат бір 12-де келем. 12-де келем, одан кейін таң сағат 6 жарымда тұрып келіп, үстіп бір ашып тұрамын да жем беріп, суларын бәрін қарап кетем. Міне ағай. Балапан сатылама деп жазып жатсыздар, личкама да шығасыздар, комментарийға жазып жатсыздар. Ағайын, бұл балапанды сатылмайды. Өзім әрең алдым. Өзіме племенной стадо дейді ғой өзі, жаңағыдай алып қалуға, яғни өзіме алып қалуға болса, ұрпақ алу үшін әкелген болатынмын. Сол үшін бұлар сатылмайды ағайын. Міне балапандар осылай. Мына жақта инкубатор, ертең инкубатор күндіз тоқтатам. Несін переворотта. Сөйтіп влажностьті көтеріп инкубаторда. Құдай қаласа 10-нан бастап балапан күте бастаймыз жайлап. Алла берекесін берсе, әуелі Алланың арқасы. Сосын жайлап бұл жақтан да балапандар шығып қалады Құдай қаласа. Міне осылай тұрам. Қазір градус көріп мұны 10 градусқа түсті, 10 градусқа. Қазір 5 минуттан кейін пока мынау тек қана үстіндегісі ғана істеп тұр. Қазір мынау 200 ватт қойып қойғам, сол істеп тұр. Мынау өшіп тұр. Осыны қазір қосам 5 минутқа. Ішіндегі температураны торлап қояды.
37-38 градусқа бара боламын осыменен өшірем. Ары қарай мынаның ыстығымен орып өзі 30 градусты ұстап тұрып жатыр. Осының өзі әжептеуір. Көмегін тигізіп жатыр. Міне левомицин беріп жатырмын әлі. Левомицинді бір тағы да 2-3 күн берем. Сонымен левомицин тоқтайды. Міне Шымкентте бүгін қар жауып кетті. Бір жағынан дұрыста болды. Бүкіл вирус барлығын суық ауа өлтірсе дұрыс болады. Міне Алла ағайын, шаруашылықтарыңыз дами берсін, сәттілік тілеймін. Жаңадан қосылған көрермендер болса, подписаться етіп басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтар болса комментарийға жазыңыздар. Барынша жауап беруге тырысамын ағайын. Міне ал, тек қана жақсылықта жолға ағайын. Сәттілік сіздерге.